Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қатпарлы қамырдан дайындалатын етті бәліш дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Шұңғыл ыдысқа ұнның үстіне майымызды саламыз. Кейін қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып, видеода көріп тұрғандарыңыздай сақталған осындай ұн дайындап аламыз. Кейін үстіне бір жұмыртқа және де екі жұмыртқаның сарысын қосып, 15 немесе 20% қаймағымызды салып, жақсылап біріктіріп, араластырып аламыз. Егер де ұныңыз көп болып кетсе, шамалы қаймақ қоссаңыз болады. Қорықпай жақсылап араластырсаңыз, осындай біріккен қатпарлы қамыр дайын болады. Кейін салафанға салып, 30-40 минутқа тоңазытқышқа демалтуға қоя тұрамыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Мендегі начинка тауық еті, картоп, жуа. Сіз тартылған еттен де дайындасаңыз болады, немесе алма қосып та дайындасаңыз болады. Тоңазытқышта демалып шыққан қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз. Бірі үлкен, бірі кіші. Үлкен бөлігін астына орналастыратын боламыз. Ұнды себеп отырып, оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Кейін ортасына начинкамызды салып, екінші қамырымызды жайып, бетіне жабатын боламыз. Бәлішіміздің шетін жақсылап жапсыратын боламыз. Егер де жақсылап жабыспайтын болса, бәліштің суы сыртқа шығып кетуі мүмкін. Сол себепті видеода көріп тұрғандарыңыздай дайындасаңыздар болады. Бетін өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Бетіне жұмыртқаның бір сарысын немесе бір жұмыртқаны араластырып, жақсылап бетіне жағатын боламыз. Қызып тұрған 180 градустағы пешке 35-40 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Бәлішіміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін, себебі қамыры өте дәмді болып шықты. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.